Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз STEM лабораториясында оптика бөлімі бойынша жарықтың сыну заңы бойынша зертханалық жұмыс жасаймыз. Саламатсыздар, біз бүгін STEM лабораториясымен бірге сіздерге тәжірибе көрсететін боламыз. Бұл бізде оптика бөлімінен сіздерге тәжірибе көрсететін боламын. Мынау бізде жасанды жарық көзі болып табылады. Бұл бізде жарық көрсетеді. Және бізде екі түрлі саналау бар. Ол саналау мына жарық көзін 3-ке, 4-ке, 1-ге және 2-ге бөлуге көмектеседі. Мен сендерге бір тәжірибе көрсетіп жіберейін. Бұл бізде үшбұрыштық призма. Үшбұрыштық призманың мына жеріне бұрышына күн сүрсек, ол бізге кемпір ұқсақтардың түстерін береді. Көрсетейін сіздерге. Бірінші саналауды жасанды жарық көзіне қоямыз. Біз жасанды жарық көзін осы призманың бұрышына түсіреміз, және бізде кемпір ұқсақ көрінеді. Не көріп тұрғаныңыздай кемпір ұқсақтың түстері шықты. Олар әрқашан әр тәртіппен жүрмейді, олар тек бір тәртіппен жүреді, және олар ешқашан бір-бірімен араласпайды. Себебі олардың толқын ұзындықтары әртүрлі болғасын, мысалы қызылдікі ең бірінші тұрғандығы, оныкі ең ұзын болып табылады, ал күлгін түстің ұзындығы ең кішкентай болғандықтан олар бір-бірімен ешқашан араласа алмайды. Енді мен сіздерге осы саналауды ауыстырып, жарық көзін 4-ке бөлетіндей саналауды қойып қойдым. Енді сіздерге бір тәжірибе көрсетейін. Мына бізде екі призма. Мына бізде шашыратқыш призма, мына бізде жинағыш призма. Оларға күн сәулесі түскенде олар шаштыратып жинатқызады. Мысалы, мынау шашыратқыш, көріп тұрсыздар ма? Мұны дүзе келеді, әр жаққа шашырап кетеді. Ал мына призманы қойсақ, бізде күн жарығы бір-біріне жиналып, мына жерде кездеседі. Сіздерге осы оптика бөлімінен бір есепті көрсетіп жіберейін. Біз мұны саналауды тағы бір жарыққа бөлетіндей қоямыз. Қойғанда мына бізде транскриптор керек болады, және осында үлкен призма керек болады. Біз жарық көзін призмаға қоямыз, жарықты қосамыз. Мысалы 15 градусқа түскенде, жарық мынау түседі, мынау сынады. Сынып бізге 30 градусқа шығып тұр. Осылай біз есеп шығара аламыз. Мысалы, мынау түсу болса, мынау сыну болса, біз қазір бізде есеп шығару үшін осындай бір формула бар. N тең болады синус альфа бөлінген синус бета. Мына синус альфамыз біздің түсу бұрышы, ал мына синус бетамыз сыну бұрышы. Бізде түсу бұрышы 15, сыну бұрышы 30 болғасын, 15-ті 30-ға бөлеміз. Сонда бізде 2-ден 1, немесе 0,5 N шықты. Қорытындылай келе, біз осы күнделікті көріп жүрген кемпір ұқсақтың физикалық тұрғыда заңдылығын біле аламыз. Қазір сіздерге тағы бір тәжірибе көрсететін боламын. Ол үшін бізге осындай әйнек ыдыс керек болады, және екі шыны керек болады осындай. Олардың іштеріне әр қайсына мен шемешкі май құйып шықтым. Бірінші шыныны осы әйнек ыдысқа салсақ, ол шемешкі майдың ішінде көрініп тұрады. Ал егер басқа шыныны салсақ, ішінде көрінбей кетеді. Бұның себебі, мына екі шынының сыну көрсеткіші бірдей болады. Сосын күн сәулесі өткенде екеуі бірдеңе деп ойлап, екеуінен бірге өтеді. Ал мына екі шынның сыну көрсеткіші әртүрлі болғасын, оның әр қайсынан өзі өтеді бір-бірдеп. Біздің жарық көзіміздің сыну, түсу деген заңдылықтарын көре аламыз.